Тундар дұрыс табе. Сендерге пастың айқайлау керек па? Сценарист, сыртындағы маған бас киім берші маған. Жорық күн. Тұр бар орында. Кино түсіруге келдік қой біз бұл жерге. Қайда киноға деген уважение біреуінен көріп тұрған жоқ. Киноны түсіруге бар жоқ, 4 күніміз қалды. Мұна түрімізде үлгінеміз біз, білесіңдер ма? Ағай, болды, қайталанбайды енді ондай. Ясан, қайталанбайды. Бұдан бұлай, сендер де ана актер, актрисаларға қосылып киноға түсесіңдер, ертеңнен бастап. Ағай, біз ойнай алмаймыз ғой? Ол қалай болады екен? Бәрібір ма? Сендерінде ойнауға келдіңдер ма, Мұнда кино түсіруге келдік қой, омайо. Киноға деген уважение қайда бірден көріп жүрген жоқ. Дистанция қайда? Кино түсіріп бітуіміз керек. Қандай жер мұны? Адамдарда бір жабай сияқты не бәле? Мына жерге келгесін зомби түсіретін шығармыз. Мына лагерде адамдар көп бол, қалай түсіреміз? Керісінше, адамдардың көп болған керек емес та бізге. Бәрі тесіліп қарап тұрса, киноға түсу қиын болайын деп тұр онда. Бір ай жүрмесек болды ғой. Так, Нұрай, сен осы локацияға реквизиттерді алып кел. Бірінші сахна осы жерде болады. Так, қыздар, балдар, сендер бөлмелеріңе барлық заттарыңды қойып, киімдеріңді киіп келіңдер, қаршы? Нұрай, қарашы. Ең бірінші кадрды қайда көрсетіп болады? Мына бет па, мына бет па? Давайте былай істейміз, Мына аяқтан сары свет, мына аяқтан қызыл свет, ана аяқтан жасыл свет қоймыз. Ортадан түнде түсіреміз, қалай идея? Түндесіңіз, қуасың ба? Ақылдасатын адам емес екенсің бар ғой. Сен ақылдасып отырсың. Бір одан заттар ташы бар. Бар. Өлә? Айнам жоқ қой? Екан бай тұршы. Ой, жарыс қырсыншы. Бірақ, айлығымаз ғой. Ой, бөлем бақ айна деп. Ой, саған не оқ қалды? Фильм жасап берейін ба? Тух, қойша. Адам етекен настроенсіз отырғанда жығаласа береме жөзін. Үйіне оқ қалды? Жаңа ғана сайрап жүріп едің ғой? Шынымды айтсам, режиссер ағай мен скоро жұмыста шығарып жібереді. Миллион рет, чемоданы бар ғой, соны қақсап тұрып айтып кетті ғой маған. Сол чемоданды ұмытпай ал деп. Соны ұмыт кеткенмін ғой. Енді точно жұмыста шығарып жібереді. Не істеймін? Режиссер бүгін күні бойы киімін ауыстырмай дейсің ғой, Қыздар, мені жұмыста шығарады сияқты. Мен звук жазатынды сумкаға салып едім. Сумкада жоқ, звук жазатында жоқ. Мені точно жұмыстан шығарады. Ой, осы сендермен киноны точно түсірмейміз ғой? Сендерге қарап сол. Менде бір айна ғой? Сұрай қоймас? Гример, айнаңды көрші, шашын дұрыстап алайшы. Ағай, қазір сіз осы жаққа жайғаса берсеңізші, мен қазір грузовиктарға адамдарға айтам ғой. Жынды болайын деген ба?
Сендерге айттым ғой мен заттарын дұрыстап шығыңдар деп, түгел деп. Біз тауда қаладан 100 километр алыста боламыз. Офиске барып, заттарымды алып келетін жер емес, бұл айналайын. Саған айтып жатырмын, заттарың түгел ма? Я, түгел. Барады. Ағай сіз шақырып отыр ау деймін. Біз заттарымыз түгел деп алайық, сосын сізді шақырамыз. Заттарың точно түгел ма? Құдайға шүкір, жауапкершілігіңіз ғой. Дұрыс па? Я, әрине, бәрі орында ғой. Шли мал емеспіз ғой енді. Сіз қатты уайымдамаңыз. Қалай да анда? Жауапсызда жер көтермес, өтірікшіні ел көтермес па? Сондай бір нәрсе. Әйтеуір уайымдамаңыз, бәрі түгел, бәрі орында бар ғой. Молодцы тогда. Көреміз. Мен барып локациялап тұрса көрейін. Сен нағыз тұрған өтірік екенсің ғой. Қазір съемка басталғанда екеуміз жер көтере алмай мал болып тұрамыз ғой. Қобалжығаннан я дейсіз алдым. Не болды соншама? Мә, білесің ғой режиссер ағайды. Ашуланса, сосын нервный болып жүретін. Өзі қалай еді? Жұмыстан шыққан қыз оңбас, жұмысқа келсе ұлт оңбас. Білесің ғой енді? Кетті ма? Жаным алмады ғой. Аяқ астына сұрақ қойған емес. Актерларды уақыт ұзаттырыңдар, ал мен қалаға барып келсем ба деп ойлап тұрмын. Заттарды тез-тезірек алып келу керек. Жігіттер, қыздар, мен сценарийімді офистен ұмытып кетіппін. Қазір актерлар келсе айқай басталады. Тағын жерде принтері жоқ па? Сен де білмейсіңдер ма? Сен мал екенсің ғой. Қалай сценарий жоқ? Соншама қалай аузын ашылып жүр сенің? Сен де сияқталарды. Жер қалай көтер жүр екен, а? Қырсыншы, кеттік, столовый бар, тамақ ішіп алайықшы. Ё-ма-ё. Бүгін вообще кино түсірмейді десейші, а? Дәл солай. Кеттік онда. Кеттік. Мына айгерді 5-6 күн болатын сияқтымыз. Маша айтты ғой, максимум 2-3 күн боламыз деп. Тез-тез қайтсақ өзімізге жақсы емес па? Интернетте ұстамайтын жерде бір. Зато табиғаты әдемі лагерде тұрып жатырған жоқсың ба? Интернеттен құтылған өзімізге пайда емес пе? Жоқ, интернеттен демалған жақсы ғой, бірақ сен қайдан білесің 5-6 күн демалатынымызды? Походу өзіне сенемсізден шығар, бір түсірген 10 дубль түсіретін. Или ол мен бар. Я, сен ғой. Кім айтсан 5-6 күн қонамыз деп? Шам жоқ өте ма сонда? Жоқ. Әлде өтірік ауырып қаласың ба? Жоқ. Енді айтсайшы не бүлдірдіңдер? Біз киноға түсетін заттарды Тығып қойдық, оны ешкім білмейді. Немене? Кейін режиссер біліп қойса ұят болып қалмай ма? Біз актрисамыз. Біз түр бермей жүре береміз. Главное, сендер білдіріп қоймасаңдар болды. Я қайтарып береміз. Міне біз тауып алдық, бізге рахмет айтыңдар деп. Просто шамалы тауға келген соң демалуға уақыт таппай қаламыз. Қыздар, тез-тез затын қайтарайықшы. Менің үйге тез-тез деп үйге қайтқым келіп жатыр ше. Тез-тез бір қиындықтан құтылайықшы. Оларды жұмыстан шығарып жүрмейтін шығар. Ал егер шығарсашы жұмысшылар, білесіңдер ғой, режиссер ағай қатал ғой. Бір аяқ қаласа тоқтай алмай нерв бол жымданып. Зато жымданғаны өзіне жарасады. Режиссерлар қатал болу керек қой, дұрыс қой, ә? Ой. Сен келесі сериалға түспейсің, түсіндің ма? Ой, аға, қалдың ғой, кешіріңізші. Қалай екен қалжыңдағаны? Так, қыздар, балдар, сценарийлерін дұрыстап жаттаңдар. Съемканы 1-2 күнде тез түсіріп үлгеретін болсақ, тауға демалып қайтамыз. Ой, зор емес па? Ақыры тауға келгеннен кейін бір от души демалып қайтайық та, ә? Тамақ жеп жатсыңдар ма? Ас болсын. Давай. Рахмет ағай. Тамақ ішуге желание жоқ қой. Мә, режиссер ағай мен қашан шақырады деп уайымдап жүрмін ше. Ой, қорықпаш. Киім сұрайтындай. Главное, жалаңаш жүрген жоқ қой. Әлбетте. Киімі таптай жуылған. Бірақ неге? Именно маған келіп, айна қайда дегенде мен айна не деп кеттім вообще, я. Айта жүрмендер болды. Есіме түсіп кетті. Таяқ жегендей боламын. Ал бұл 1,5 миллион теңге тұрады. Достар, ана съемканы қашан бастаймыз деді?
Режиссер, азанда 7-те бастаймыз деген айтпақшы, айна бар ғой. Мен оны точно чемоданға салдым ше. Бірақ қайда екенін білмей жатырмын. Сен дұрыс айтасың. Режиссерға чемоданы бар ғой. Соны бірге барып салдық қой оны. Таппай қойдым соны. Әлде қыздар, әлде актерлар тық қойған сияқты. Что-то түрлі подозрительный. Сауатсыз, подозревительный деп айтады ғой. Ойбай! Мен сендерді сауатты опера деп жүрсем, оны бұлай айтады қараңдар. Подозревительный. Күмәнді салындаш болды. Мен басымды қатырып. Басты темаға көшейік та. Осы актерларға не жоқ деймін. Олар ошаға кино түсіруге келді ғой. Қалай еді? Көрмегеннің айыбы жоқ, киноға түспеген хайбы жоқ бе? Давай, менде бір идея бар. Қандай? Пранк па соншама? Сен осы аузын ашық та, айтып қоймайсың ба? Нанасың, үлкен нанасың, мен айтпаймын. Бопты. Сонымен пранкты не істейміз? Короче, актерлардың заттары түгел емес, солай ма? Солай ғой, енді не істейміз? Олардың заттарын алып, өзіміз заттар қоямыз да. Сендер білесіңдер ғой, режиссер зат киімдері болмаса, съемканы бастамайды. Дұрыс айтасың, бірақ та бізде киім жоқ қой, оның орнына не қоямыз? Тұржаннан шықпайтын шығар? Ойбай, сендер мен білмейсіңдер ғой. Менде бәрі реквизит бар ғой, уайымдамаңдаршы. Жүріңдер олаш кет. Ой. Держи. Так, Нұрай, сен свет бар ма, звук бар ма, камера бар ма, соның бәрін батарейкаға қой, зарядқа түнімен заряд алсын, азында съемканы бастаймыз. Қалай дейсің ба? Мына беттен светті береміз, шарқ еткізіп, потом стабилизаторыңмен айналдырып түсіріп шығамыз, потом текстері басталғанда восьмеркамен аламыз, артынша широкий кадрмен түсіреміз. По идее, сонымен бітті. Именно осы жер ұнап тұр ма? Зато көленкі болады. Менің дашытпашы. Одан заттар жина. Келесі локацияға барайық. Ерте ұйықтап, ерте тұрмыз керек. Жүр. Опергрупп қайдасыңдар? Режиссер ашыланып отыр ғой. Тез-тез площадкаға жиналыңдар. Болды. Осы жерде түсіреміз. Ол кадр әдемі емес деймін сізге, шын айтам. Режиссер мен ба, сен ба? Бір айтқаннан кейін істесе болды ғой. Кән вообще группаң сен қақта жүр? Келе жатыр ғой міне. Қалайсыз? Жұмыстан қойын ба? Жақсы. Кадр көрінбей жерге ғой, хорошо? Потом маған бір грим істеп берші. Томен фотоға бір фото түсіп алайын. Сен вообще айдан қақта кеше көрмедің ғой мен. Ағай, сіз кеше красавчик болып едіңіз ғой? Киіміңіз жарасып тұр, гримгері жоқ вообще. Ой, болып баршы бар. Все, ағай. Одан кейін сен не істедің, звуктың аппаратын зарядке қойдың ғой, Ағай, мен сізге бірдеңе айтайын дегенім. Мен әкелші бар заттарыңды. Точно қойдым. Бар. Алар неақ маған тесіліп қарап тұрсыңдар, бастарың салып жатыр ба? Кән сценарийін қайдан вообще бастап барып қоймын ғой, тым қатысы жоқ. Сценарийді дұрыстап оқып келем ма? Менің чемоданымнан ақ болып накешна мен телек кеттім, 3 күн болып жүрген. Ойбай, аға. Басқа футболканы алды, мына футболка сізге жаман жарасып тұр ғой, шын айтам. Жақсының киімі тозбас, жаманның пейілі озбас қой. Сен салмас сен? Нормально бары. Чемоданды алып кеш бар. Жарайды, мақұл, кәс. Шынды болайын деген ба? Аналарға азанымен не болғаны, ұйқылар қанбай ма? Әлде мен алжайын деген ба? 5 минутта бәрі дайын болсын. Так, Нұрай, сен бар да маған раскадровканы алып кеш хотя бы. Қолымды таба алмай қалдым. Жалғыз емессің, жұмыстан шығады. Бәріміз шығарып жібереді ғой солай.
түсеміз енді. Өлетін болдық қой. Түсінбейміз осы точно. Мен қайда білейін, точно ұрсады бізге қазір. Таки нервный болып жүр ғой сол. Не қой, кешендерші бізді. Біз тауға келген соң, съемка күн созамыз ба деп сендер заттарын тұтпаған. Бұл сенің. О, мен заттарға шүкір, әйтеуір таптым ау. Сендер де бір жүрсіңдер? Алма сенің чемоданның режиссердің. Мен точно чемоданымды алдым деп. Шошып кеттім ғой. Біздің сценарист жүгіріп жүр ғой. Сценарийім қайда деп, режиссері қайдан қашып. Сол ғой. Сендер біздің киімдерімізді алған жоқсыңдар ма? Қайдағы киім? Сендердің киімдері бізге неге керек? Өлі, біз сендердің киімдеріңізді қайтеміз. Бізге не үшін керек ол? Точно ма? Точно айтам. Байқамайсыңдар ма? Лагерьде адам көп қой. Қарамайсыңдар ма? Актерлар площадкаға тез келеміз. Жарайды онда. Жақсы онда. Қайқымдақтарға қараңдар. Көреміз қазір кинода қалай істейтін. Демек соғыс басталды. Мыналардың киімдері қайда? Образға сай киімдер қайда мыналардың? Не болған түрлерде мыналардың? Бердім ғой өздеріне. Киімдерім кән? Енді ағай, біз кешіріңіз. Ағай, өтініш, бізге бір күн беріңізші. Біз барлық киімімізді реттеп, өзіміз реттейміз. Шын айтам. Мыналардың түрлерде не болған? Киносында болған екен? Аға, менде бәрі дайын. Міне. Молодец. Ағай, менде звук жазатын бар. Ағай, сосын мыналарға сценарий не үшін ғана еді? Беттен алса күле береді ғой. Ағай, мына сіз айтқан чемоданыңыз, мына аппақ футболкаңыз ше. Мен айтам да, мыналарға қарап, бір командамыз ғой. Актерлар маймыл болса да, бәрібір түре береміз ғой. Мұнда тұрған ештеме жоқ. Мыналар болмайды сендердің, киімдерің дұрыстап қашан киіп келесіңдер, сол кезде бастаймыз съемканы. Бүгін ілгенеміз болып тұрмыз мен съемка. Нерв болып біттіңдер ғой адам. Дайындалыңдаршы, киімдерін реттеп мыналардың. Ағай, заттардың бәрін жинада. Тез бір сағатта кеш, бүгін съемка болмайды. Бүгін түсірмейміз, тағы да. Тез үйге бару керек еді. Кәз барам. Ағай, бүгін съемка болмайды. Сол үшін машина дайын тұр. Мінесінде қалаға барасында сейфтағы бүкіл наличка ақшаны алып келесің. Қалаға барып келем ба? Онда мен кешке келем ғой. Ерте кетсең, ерте келесің. Бар, кет бар. Бұл. Жетет. Ертең бізге актерлардың киім бермесе, бүкіл елге масқара боламыз. Балдар, қыздар, бірдеңге ойластырайықшы. А давайте оларды масқара ететін бір видеосы Инстаграмға салайық. Как раз менде подписчигім көп қой. Олар біздің киімімізді әдейі тығып қояды деп ойламадым. Енді біз кінәлі болып тұрмыз ғой. Негізі соғысты бастаған біз, сондықтан аяқтайтын да біз. Давайте онда біз оларды шақырып келеміз. Қыздар, сен де сусашоу дайындалып отырыңдар. Онда мен видеоға түсіремін. Все, онда мен дайынмын. Өздерің барып шақырып келесіңдер ғой. Суды беттеріне аямайық ем. Біз дайындалайық, сендер барып шақырып келіңдер. Не істеп жүрсіңдер вообще? Қуасыңдар ма сендер, Бәріңе бір сағаттан кейін менің кабинетіме жиналыс түсіңдер ма? Бір сағаттан кейін бүкіл бәріңе жиналыс. Кешіп келіңдер. Тазалап кел мұна. Тұндар дұрыста бе? Сендерге пастың айқайлау керек па?
Сценарист, сыртындағы маған бас киім берші маған. Жоғырап кет. Тұр орнына. Кино түсіруге келдік қой біз бұл жерге. Қайда киноға деген уважение біреуінен көріп тұрған жоқ. Киноны түсіруге бар жоғы, 4 күніміз қалды. Мына түрімізде үлгілейміз біз, білесіңдер ма? Ағай, болды, қайталанбайды енді ондай. Ясан, қайталанбайды. Бұдан бұлай, сендер де ана актер, актрисаларға қосылып киноға түсесіңдер, ертеңнен бастап. Ағай, біз ойнай алмаймыз ғой? Ол қалай болады екен? Бәрібір ма. Сендерде ойнауға келдіңдер ма, Мұнда кино түсіруге келді қой, омайо. Киноға деген уважение қайда бірден көріп жүрген жоқ. Дистанция қайда? Кино түсіріп не істедің сен? Ағай, талдырып тастадың ғой. Өліп қалса қайтесің? Мен не қылдым? Не қылдым? Не үшін мында? Туым, не істейміз енді, а? Қашты. Өздерін қасып кетеміз деп ойландыр ма? Режиссер, сендер өлтірдіңдер. Ондайға өздерін жауап бересіңдер. Ал егер қашатын ойларың болса, уайымдамай қойыңдар. Мында сендерді ешкім естімейді. Мойындаңдар. Режиссерді неге өлтірдіңдер? Ал егер айтпасаң да мені жақсы күтпеңдер. Сендер де ешқайда қашып құтыла алмайсыңдар. Бұл іске сендердің де кінәларың бар. Барлығымыз да бұл іске жауап береміз. Полиция. Айгерім. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I look into your eyes, I see we're out of time. Не болды саған? Не қарып келмейді, қой. Did what we could, my friend, but now we're at the end. Стоп, снято. Зор кино болды. Все, кеттік. Жиналыңдар.